Түркістан қалалық полиция басқармасына Түркістан қаласында пәтер ұрлығы болған туралы хабарлама келіп түскен. Аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы 3 бөлімімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталған. Түркістан қалалық полиция басқармасы қызметкерлерімен жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында 2 тұлға күдікті ретінде ұсталды. Қазіргі таңда қылмыстық іс бойынша айғақ заттар алынды. Бұл күдікті тұлғалардың аталған пәтер ұрлығынан басқа осы тектес 10 қылмыстары да қатыстылығы анықталып отыр. Қазіргі таңда сотқа дейін тергеп тексеру амалдары жүргізілуде.